Бәріңе сәлем оқушылар, сіздермен бірге мен Шахмардан Ағай. Бүгін біз ұбт-да келіп жатырған линза деген контексті талдайтын боламыз. Видео пайдалы жатырса арнаға тіркеліп достармен бөлісуді ұмытпа. Ал біз жаймен бастай берейік. Так, бізде линза берілген, және осы екі ағаштың кескіні берілген екен, және өлшемдер берілген. И бізде ең бірінші сұрақ болып келгені ол линзаның түрі деп. Так, линзаға қарайтын болсақ, бізде қос дөңес линза берілген. Қос дөңес линза деген, яғни жауаптардан естисіңдер, қос дөңес деп тұрса, қос дөңес линза дейсіңдер, немесе қос дөңес линза деген ол жинағыш линзаның бір түрі деп, жинағыш линза деп осылай белгілейді екенсіңдер. Келесі, бізде бірінші ағаштың кескіні қандай дейді? Яғни бірінші ағаш мынау тұр, оның линзадағы кескіні мынау. Енді қарайтын болсақ, бізде кескін линзаның арғы бетінде орналасқан. Если линзаның арғы бетінде орналасса, бізде кескін шын кескін болып табылады. И екінші нәрсе, бізде кескін қалай болып тұр? Бастапқыда осылай қарап тұрған кескін екінші жағдайда астқа қарап қалған. Значит, бізде кескін төңкерілген болады. Значит, бізде төңкерілген деп жазамыз. Төңкерілген. Аха, төңкерілген. Енді үшіншіден бізде кескін қандай болып тұр? Бізде бастапқыда өлшемі осындай болып тұрса, екінші жағдай осылай кішкентай болып қалған. Значит, бізден кішірейтілген кескін пайда болады деп белгілейді екеміз. Кішірейтілген. И бізде не? Енді бұл жерде жинағыш линзаның бізде несі бойынша, шарты бойынша қарайтын болсақ, бізде D 2F-тен үлкен кезінде ғана осындай кескін ала аламыз. Яғни бізде қарасындар біздің фокус аралығымыз 5 см, 2F деген 10 см, ал біздің денеміз 5 метр қашықта тұр. Яғни 5 метр деген 10 см-ден әлде қайда үлкен. Все, кеттік. Үшінші степ. Линзаның кескіннен қашықтығы дейді. Аха, яғни бізде кішкентай F-ті тап деп тұр. Ол үшін істейміз, ол үшін бізде жұқа линзаның формуласы қолданамыз. Бір бөлінген фокус тең болады. Бізде жинағыш линза болғаннан кейін фокустың алды плюс болады. Тең болады, бір бөлінгенді қосасыңдар, себебі шын кескін болып тұр. И бізде бір бөлінген неше болады екен, кішкентай F болады екен. И осы жерден кішкентай F-ті табатын болсақ, бізде не болады? Бізде бір бөлінген үлкен F-тен азайтамыз бір бөлінген D-ны. И осы жерден формуланы қорытып жіберетін болсақ, бізден кішкентай F тең болады екен. Бізде төбесіне D көбейтілген F болып көбейтіледі, ал астында D минус F бола салады екен. И осы бойынша қарастыратын болсақ, біздің кішкентай F-міз сөз тең болады. D-мыз бізден 5 метрге сәйкес болып тұр, ал біздің фокус аралығымыз 5 көбейтілген оның минус 2 дәрежесі. Ал бізден 5 метрден 5 сантиметр азайтатын болсақ, бізде 4,95 деген сан шығады, яғни бізде 4,95 деп жазып қоя салайық. Енді осы жерден есептей жүретін болса қанша шығады екен? Енді кішкентай шама шығады. 5-ті 0,05-ке көбейтіп, бөліп тастайтын болсаңдар 4,95-ке сендер шығады екен. Сол кезде аяқтан неше шығады? 0,05, аяқтан артында сандар бар. Это как біз 5-те 0,5 сантиметр деп жазсақ болады екен. Яғни мынау бізден 5-те 0,5 сантиметр деп алсақ болады екен. Кеттік, бізден төртінші себі. Егер бірінші ағаштың биіктігі екінші ағаштың биіктігінен 10%-ға кем болатын болса, кескіннің биіктігі дейді. Аха. Так, бізде екінші ағаштың биіктігі 10 метр. Если екінші ағаштан бірінші ағаш 10%-ға кем болатын болса, оның биіктігі мынау ағаштың 90%-ын құрайды деп айтамыз. Значит, бізде жалпы 10 метр болатын болса, оның 90%-ы ол бізден биіктігі қанша? Значит, ол биіктігі 9 метр деген сөз. Ал бізден бізде сызықты ұлғайту бойынша G тең болады, F бөлінген D тең болады, кескінің биіктігін дененің биіктігіне бөліп тастайтын болсақ, осы жерден бізге кескінің биіктігін сұрап тұр екен. И біз кескінің биіктігін тауып тастайық, бізден тең болады. Ол деген F бөлінген D-ны көбейтеміз нешеге? Дененің биіктігіне. Так, бізден сол кезде H тең болады. Бізде F-міз қанша болды? 5-те 0,5 см болды ма? Оны 0,05 деп ала салайық. Бөлесінер 5-ке, көбейтесер биіктігіміз қанша? Биіктігіміз 9-ға. Ендіктен 9 көбейтілген оның минус 2 дәрежесі шығайын деп тұр. Екеуін қысқартатын болсақ, значит бізден кескіннің биіктігі 0,09-ға белгілеп жүрсек осылай болады екен. Так, бізде бесінші есебі, яғни контекстің соңғы есебі. Бірінші ағаш пен екінші ағаш арасы 7 метр болса, екінші ағаштан кескін алу үшін экранды қайда жылжытамыз дейді. Так, мына екеуінің арасы бізде неше деп тұр? Бізде 7 метр деп тұр екен. И значит, бізде ол дене линзадан қанша қашықта? 12 метр қашықта орналасқан. Яғни мына жерде экран деген ол бізде кескін пайда болған жер. Яғни бастапқыда кескін осы жерде тұр. И оны либо оңға, либо солға жылжыту керек, чтобы мына екінші ағаштан кескін алу үшін. Так, бізден екінші ағаштан кескіні қандай қашықта пайда болады, соны тауып алайық. Яғни кішкентай F-ті да.
Бұл жерде не істейміз? Бағана формула қорытқан бойынша d көбейтілген f-тен d минус f-ті осылайынан бөліп тастасақ. Так, значит, бізде ол линзадан 12 метр қашықта тұр, уже мына жақ бізде 5 метр, мына жақ бізде 7 метр. 12 метрді көбейтесіздер фокус аралық 0,05-ке, бөліп тастайсыңдар 11,95-ке десек. Надан қанша шығады? Так, калькуляторды алып жіберейік. 12-ні көбейтіп 0,05-ке, бөліп тастасақ 11,95-ке. Бізден шығаткен сөзде 0,05-02 деген сан шығаткен. Яғни, по сути, 5,02 сантиметр деген сөз ғой да. F тең болады 5,02 сантиметр деген аралық шығады екен. Аха. Значит, бізде не болып тұр? Бізде бірінші ағаштың кескіні ол 5,05 сантиметр қашықта орналасқан, яғни мынадан былай ағашта орналасқан. Ал екінші ағаштың кескіні оған жетпей мына жерде тұр. Значит, бізде мынау тұрған экранды оңға қарай жылжытуымыз керек. Қанша қашықтыққа десеңдер, осы бізден дельта f-ке, яғни кішкентай дельта f тауып алайық. Бұл бізде қанша? Бұл бізден 5,05 сантиметрден азайтып тастаймыз 5,02 сантиметр. Сол кезде бізден 0,03 сантиметр деген аралық шығады екен. Яғни осы қашықтыққа бізден міндетті түрде оңға қарай, яғни бағытын көрсетуіміз керек. Оңға қарай жылжытсақ, сол кезде бізден экраннан кескінді алады екенбіз. Енді как, былай түсіндіріп кете салайын. Мына жерде линза тұр. Енді былай форматта түсіндіретін болсам, бізде бастапқы кескін мына жерде тұр, міне. Мына жерде кескін алып тұр. Ал екінші кескін бізде мына жерде тұр, міне. Мына жерде тұр. Бізде экран мынау бірінші кескін тұрған жерде тұр. Бізде екінші кескінге апару үшін істеуіміз керек, экранды мына жаққа апарып көруіміз керек та, яғни экран мына жерде тұру керек деген сияқты. Яғни осы арасы бізден 0,03 сантиметр болып тұр деп осылай түсіндіріп кете салсақ болады екен. Осымен бүгінгі контекст талдауымыз аяқталады екен. Видеоны ұнаса лайк басып парақшаға тіркеліп кет, және де достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Сіздер болған Шахмардан ағай, келесі тауларда келіскенше. Давайте.